Ассалаумалейкум, атырау балықшылар және аңшылар. Мен Аслан Омаров, Атамекен Эко қоғамдық қорының мүшесі. Бүгін қыркүйек айының 8-і, қазір сағат 9-дардың шамасы. Бүгін балық қорғау инспекциясымен жайықты жағалай заңсыз құрылған сеткілерді анықтап, жаңағы мониторинг жүргіземіз. Видео мақсатымыз көптеген балықшылардан шағымдар келіп жатыр. WhatsApp группаларда болсын, Facebook әлеуметтік желісінде болсын, Instagram болсын, жаңағы шағымдарын айтып, халықтар жазып жатыр. Яғни балық аулайын деп едік, сетке толтырып тастаған. Мына жерден балық жақсы шығатын еді, қармақ лақтыруға барсам, сетке толып тұр. Осындай шағымдар келіп жатыр. Жаңағы енді соны анықтау мақсатында бүгін жаңағы мониторинг құрылды. Балық қорғау агенттігі инспекциясымен бірге біздер жаңағы сеткілерді анықтап, сіздерге видео отчет. Менің мақсатым сол жердегі сіздерге видео отчет, яғни балықшылардың бәріне видео отчет көрсетіп, қай жерде қандай сеткі бар екенін соның бәрін анықтап, сіздерге видео түсіру мақсатында осы балық қорғау агенттігімен бірге бірлесіп, бірге осындай жұмыс атқаратын боламыз. Мынау старый паромның тұсы қазір өтіп бара жатыр. Мына қайықпен мына мусор үйіліп тұр мына жерде. Қоқыс. Қазір старый паром микрорайонның қасындағы, мынау жағалай. Алиф мостың қасында міне қоқыс тастап кеткен. Бұл қоқысты кімге тастап кеткен белгісіз. Бұны әрине біздің балықшылар. Мынау біздің қаланың қақ ортасында, яғни шағала мен фог орналасқан жердеміз. Міне қазір бұл жерде адамдар шалаш жасап алып өздеріне тұрғылықты мекен етіп алған. Осы жерде тұрып жатыр. Бұл біздің шағала мен фог орналасқан жерде, қаланың қақ ортасында. Міне жайықтың жағалауы. Көріп тұрғандарыңыздай. Ыдыс аяқ дейсіз ба, киім дейсіз ба, сынған монитор дейсіз ба, бұл жерден бәрін тауып алуға болады. Арттарындағы қоқыс. Бұл фоктың дәл қасында қоқыс үйіліп отыр. Парк Победінің тұсында табылды. Бұл бүгіндікке 3-ші сеткі. Бұл Парк Победіға қарама-қарсы. Водозаводың тұсында 2-ші су беретін қалалық. Міне тағы. Мынау бүгіндікке 4-ші сеткі. Бұл арғы беті Сутягинский сад, бергі беті қарама-қарсы водозавод. Мынау бүгіндікке 5-ші сеткі болу керек. Тағы да Сутягинский сад, арғы беті, бергі беті водозавод. Мынау бүгінгі 6-ші сеткі. Бұл ауғыралында қазір мынау сыла балығы табылды. Тірі, да?
тірі балық. Енді міне тағы да 8-ші сеткін тауып жатыр. Бұл балықшылардың каритасы. Бұны қазір алып кетеміз ғой, алып кетеміз. Бүгіндікке мынау Сутягинский саттың қарамағасы водозабордан тағы екінші гарит тауып отыр. Бірінші гарит, екінші гарит. Сутягинский сат тағы да сеткілерді көреміз. Апанып кәдімгі қалқандары көрініп тұр. Бұл бүгінге тауып атқан 9-ші сетке. Бұл капрон сетке, е? Капрон салынған. Авангард маңынан тағы да сетке болу керек. Бұл бүгіндікке тауып атқан 10-ші сетке. Бұл біздің бүгінгі 11-ші сеткі. Резинкімен салынған сеткі бұл. 12-ші сеткі бүгіндікке. Мынау тағы да центр кровінің алдындағы бүгіндікке 13-ші сеткі бұл. 13-ші сеткі. Бұл сыла балығы сеткіге түсіп қалған. Тірі. Қазір бұны аккуратно алып суға жіберетін боламыз. Моместің қасынан тауып атқан бүгіндікке 15-ші сеткі бұл. Ал жігіттер, мынау бүгінгі балық қорғау инспекциясымен бірге атқарылған жұмыстардың нәтижесі 15-тен астам сеткі 2 қайықта және де 2 қайық тәркіленді. 3 сағаттық жұмыстың нәтижесі осымен тамам.